Сәлем достар, сіздермен мен Мырзабек Айгерім. Сіздерге бүгін тауық етінен шашырап пісетін палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Сіз білмейтін құпиялардың бір түрімен бөлісетін боламын. Құпияларымды білу үшін ең соңғына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен тауық етінің аяғын алдым азырақ. Одан кейін пиязымызды, сәбізімізді жақсылап турап алдым, майдалап. Қызып тұрған табамызға тауық етін салып, қызартыңқырап қуырып алатын боламыз. Тауық етін кішкене қызарып қуырғаннан кейін үстіне пиязымызды салып, пиязымызды да жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписаться белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Сәбізімізді де салып, кішкене қуырып жіберетін боламыз. Сәбізімізді көп ұзақ уақыт қуыруға болмайды, езіліп кететін болады. Содан соң палаудың осылай приправасы кез келген дүкендерде сатылады. Ішінде мүйізі бары. Осы приправаны қолданамын, палауға ерекше дәм беретін болады. Дәміне қарай тұзымызды салып, бір қуырып жіберетін боламыз. Содан соң үстінен салқын суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде салқын су болу қажет. Содан соң қайнатуға қойып қоямыз. Қайнап тұрғанша 2 адамдық отбасыңызда 2 адамдық болса, осылай менің рецептімен жасаңыздар. Одан да көп болса, көбейтіп, азайтып жасауға болады. Күрішті жуып тазалап, осылай салып алатын боламыз. Қайнап тұрған суымыздың үстінен. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп көрсеңіздер болады. Келесіде қандай рецепт шығарайын, соны да жаза кетсеңіздер болады. Су тартылғанша қайнатып, су тартылғаннан кейін дәл осылай жан-жағын жинастыратын боламыз. Жан-жағын дәл видеодағыдай жиып, ортаға пышақтың көмегімен осылай орталарын тесіп шығатын боламыз. Ауа кіріп, арасындағы күріштеріміз таза пісу үшін. Содан соң қайнаған суымызды азырақ құйып алатын боламыз. Содан кейін, ал басындағы айтқан құпиямның бірі осы, мен көлеңкені осылай бетіне жауып қоятын боламын. Сонда өз буы өзінде, дәмі де өзінде қалып, әдемі болып пісетін болады. Міне осылай толық піскен, көлеңке жапқандықтан барлығы езілмей, бір-біріне жабыспай піскен. Етімізді алып қойып бөлек. Газымыздың астын өшіріп алатын боламыз. Тамағымыз пісті. Міне өте керемет болып шықты. Дәмі өте керемет. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.